أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآله وصحبته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Аллаху Субханаху ва Тааля баршамыздың дүниемізді, ақыретімізді иншалла қайырлы етсін. Енді бүгін Саидул Айям, күндердің мырзасы болған жұма күні. Енді бәріңіз білесіздер, жұма күні бір сәт бар, пенденің дұғасы қабыл етілінетін. Және біз бір нәрсені білейік. Жалпы жұма күні болсын, мешітке келіп, жамағат намазымен оқу болсын, бұл Алланың рахметіне іліну. Неге десеңіз, Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: аспан мен жерде Алланың мақтап тұратын мақлұқаттары бар дейді. Қараңыз, аспан мен жерде ол тау болуы мүмкін, тас болуы мүмкін, періште болуы мүмкін, торғай болуы мүмкін, жылан болуы мүмкін, хайуанның қандай да бір түрі болуы мүмкін. Сонда айналып келгенде қиямет күніне дейін жердің бетінде адамзаттан бөлек мақлұқаттар үздіксіз Аллах Тағаланы дәріптеп тұрады. Үздіксіз. Ал енді сенің жұма намазға келуің, жамағат намазға келуің, сол Алланың рахметінде болған қауымға кіруің. Қараңыз, не деген бақыт. Сізбенен біз қазір жұма сағат 1-де басталына ма, 1-ден бастап ана үйіңізден келе жатқаннан Алланың рахметіндесіз. Мына жұмадан шығып кеткенше, яғни 24 сағат айналып жатқан Алла Тағаланы мақтаудың ішіне сіз кіресіз осы сәтте. Жамағат намазда дәл сол секілді. 24 сағат қиямет күніне дейін Алла Тағаланы мақтап жатқан мақлұқаттардың қатарында тұрасыз. Бұл пендеге берілген шексіз нығмет. Қараңыз, соны жүрегімізбен сезінейік. Жамағат намазына келе жатқан кезде, жұма намазына келе жатқан кезде, әлемдердің Раббысы болған Құдай Тағаланы бүкіл әлем мақтап жатқанда, сол мақтаудың арасына мен кіремін иншалла. Алланың рахметіне кіремін дейді. Қараңыз. Сондықтан да Алла Тағала бүгінгі жұма, Саидул Айям, жұма күнін баршамызға мұбарақ қылсын. Енді бүгін басқа тақырып айтам деп келіп едім, бірақ мына тақырыпты көріп, ең қоғамдағы өршіп тұрған маңызды тақырып ұрлық. Ұрлық түбі қорлық. Қазақ айтады. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уәлә тәкулу амвалакум байнакум бил батил." Сендердің біреулеріңнің малын батил дейді, бекершілікпен жемесін дейді. Яғни ұрлап болмаса зорлық, зомбылықпен тартып алатындар бар, білесіздер, көзінше көзіңді бақырайтып қойып, малыңды тартып алатындар. Көзіңше көзіңді бақырайтып қойып, ұрлап кететіндер. Көзіңше бақырайтып қойып, жылатып, еңіретіп алып кететіндер. Сосын жасырын алып кететіндер болады. Жоғар жақта отырып алып кететіндер болады. Байқамай қаласың сен. Бірақ аш жүрсің, неғып аш жүргеніңді өзің білмейсің. Осылардың барлығы не нәрседен шығады? Мұрақаба, Құдайдың бақылауын естен шығарып жібергеннен шығады. Құран-ы Кәрімде міне бәріміз бұл дүниеге сынақ үшін келген пендеміз. Бәріміз мына дүниеде емтиханда жүрміз. Бәріміздің алдымыздан қияметтің есігі күтіп тұр. Әр қайсымызға өлім періштесі қылышын сүретіп келе жатыр. Біреуімізге тым ерте, біреуіміз бүгін кетеміз, біреуіміз бір аптадан кейін, біреуіміз бір айдан кейін, біреуіміз 10 жылдан кейін, біреуіміз 20 жылдан кейін кетеміз. Бәріміз, тіпті сізбенен біз тұрсын, мына бүкіл әлемнің де датасы бар бітетін. Басталынған заттың аяқталатын датасы бар. Күллу мән алейха фан ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам. Бүкіл нәрсе түгесіледі, Алланың затынан басқа, жомарт болған Алланың затынан басқа өлім періштесінде түгесілетін кезі болады. Бәріміз сол Алланың құзырына барамыз. Бірақ Құдай Тағала сол қиямет күнін Құран-ы Кәрімде әртүрлі атаған. Яумул бахс деген, тірілетін күн деген. Яумул қияма, қиямға тұрып, Алланың алдында тік тұратын күніміз деген. Қараңыз. Яумус саа, сағат күні.
Неге осылай әртүрлі атауменен атады десе, бұл қиямет күнінің маңызды екендігін сізбенен бізге түсіндіріп жатыр. Ал енді осы ұрлық, бұл қайдан келген зат жалпы? Бұл нәпсінің жетегіне ерген адам осы ұрлық істейді. Бірақ осы бір қызығы, Құран-ы Кәрімде ұрлық жайында аят келген кезде Құдай тағала бүйтіп айтады: «Әс-сариқу уәс-сариқату фақтуау айдияхума» дейді. Еркек ұры, еркек әйел екеуінің қолын кесіңдер дейді Алла тағала. Бірақ осы аятта Құдай тағала бірінші еркектен бастады. Әйелден емес, еркектен бастады. Сөйтсе, еркек адам ол ұрлыққа бейім келеді екен. Ұрлаған бір нәрсені ұрлау үшін де жүрек керек, оңай емес. Түнде шығуың керексің, анау пәленшенің қорасына баруың керексің, оның қойын желкеңі көтер алатындай болуың керексің, оны ана біреу сені қуған кезде қойды тастамай қаша алатындай болуың керексің. Ол сипаттар еркектің бойынан табылатын сипаттар. Сондықтан да Құдай тағала осы аятқа келген кезде бірінші еркекті атады дейді. Ал енді зина тақырыбына келген кезде әз-занияту уәз-зани, зинақор әйел менен зинақор еркек деп айтты дейді. Қараңыз. Бірінші әйелден бастады дейді Алла тағала. Әз-зания, зинақор әйел деп бастады дейді. Неге десе, сөйтсе зинаға жол көбінесе әйелдер тарапынан басталынады екен. Оны қазақ шегелеп не деп айтып кетті? Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дейді. Жабулы қазанды ит жаламайды дейді қазақ айтады. Қараңыз. Сөйтсе көбінесе орысша айтқанда поводты әйел адамдар береді екен зинаға. Қараңыз. Ал енді ұрлық мәселесіне келген кезде еркек адам. Біз қазақ сондай ұлы затпыз. Қазақ сондай ұлы халықпыз. Біз дұрыс емес нәрсені дұрыс дейтін халықпыз. Дұрыс емес нәрсені өлтіріп тұрып план құрамыз ұрлық істеу үшін. Так, ана ауылға баруымыз керекпіз, оның жылқысы бар. Ана мықты жылқысын ұрлауымыз керекпіз. Мықты досыңа барасың, қолыңа мықты арқан аласың, мықты машина аласың, қашқанда құтылатын машина аласың, оны бір ай бұрын жоспар құрасың, телефонмен емес, телефонный разговор емес, жеке жолығып сөйлесетін әңгімеде болған бар план құрасың. Бірақ қараңыз, дұрыс емес нәрсені біз өте дұрыс істеп жатырмыз. Ал енді осыған кеткен энергияңды, осыған кеткен планыңды сен адал жолына жұмсаған кезде, сол рызыққа Құдай тағала адал жолмен жеткізетін еді саған. Али радиаллаху анху базарға кіретін алдында атын жүгенін білестер ұстатып біреуге: мен кіріп шығайын, сен ұстай тұр деді. Жүрегінде ниет бар еді, 2 дирхам берем шыққаннан кейін деген. Сөйтіп ана жүген ұрлап кетіп қалды да, шықса аты бос жүр, атын әзер тауып алады. Сөйтіп та қызметшісіне айтады: іштен барып жүген сатып алып шықшы. Барады да қызметшісі дәл өзінің жүгенін 2 дирхамға сатып алып шығады. Сонда Али айтты да: қарашы, Құдай тағала маған адал рызықты қалап еді мен арқылы. Бірақ өзінің зұлымдық жасап өзіне ана 2 дирхамды харам қылып алды деді. Қараңыз. Зұлымдық жасап 2 дирхамды өзіне харам қылып алды деді. Сондықтан да құрметті бауырлар, осы адалдықпен жүру ол адамның баласын байытады, жүрегін тыныш қылады. Жүрегін тыныш қылады. Әр қайсымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахаба жүрген кезде шапаны жыртық екен, әй бер кел деді. Неге дұрыс киінбейсің? Сонда менде ештеме жоқ, кедеймін. Үйіңде бау бар ма, мынандай арқан бар ма? Бар, алып кел. Таудан барып отын алып кел деген жоқ. Тауға ертіп барды, отын шапты, баулады. Сөйтіп базарға сатып келді. Екінші тағы да сатыр. Үшінші ана өзін жұмсады, жол көрсетті. Сөйтті да анау байып кетті жаңа сахаба. Қараңыз. Енді ол байымағанда кім байып? Пайғамбар жол көрсетіп тұрса. Сондықтан мына біздің қоғамда көгермей жатуымыз осы ұрлық, пара, тендерге бай адамдар құмар болады, байқайсыздар. Тендер түгеліменен ол адал емес. Оның шәпкісін бересің сен аны жасап берген адамға. Сөйтесің анау жолдан жонасың. Баяда ана бір әзіл деп айтып еді, жаңа апаларымыз, бір апамыз жаңа сымала сағызын шайнайтын ек қой, әлі бәріміз шайнап өстік қой. Соған үйір бопты, жерік бопты дейді.
сөйтсе жаңағы баласы әкім болып асфальттен жейтін сондай не болыпты дейді да, ол шешесінің құрсағында жатып жаңағы не смола шайнаған ол шешесі, одан кейін смолаға жерік болып жолдан жона береді екен дейді. жаңағы қараңыз, Омар ибн Хаттаб ислам әлемі кеңейген кезде сондай тақуа халифа болған. Сонда айтады екен ғой, мен пайғамбардың заманында мына исламның әлемі кеңейген жоқ, мынандай болды менікіндегідей. Маған Құдай тағала сондай нығмет берді, мен оны кеңейттім. Бірақ сол өлкеде қандай да бір хайуан жол тегіс болмай, інге табаны аяғы кіріп, тұяғы сынатын болса, аяғы сынатын болса, соған Омар жауап береді деп жылайды екен. Біз тендерден ұтып алсақ, мына асфальт арқылы біз мал табамыз деп қуанамыз. Ей, біл, ертең Алланың құзырына барасың сен де. Байың да кедейің де барады. Ана асфальттен, қыстың күні сен дұрыс жасамаған асфальттен машина тайып адам өліп жатса, сенің шоқалағыңнан дұрыс жасамаған асфальттың ертең шоқалақ болып бір жауыннан кейін, содан машинаның балоны жарылып, қаншама адам шығынға шығып жатса, қаншама адам апатқа ұшырап жатса, Алланың құзырында сен жауап бересің. Қараңыз. Бір әкімнің баласы әкесінен кейін әкім болып жаңа. Сөйтсе, әкесіне бір жылдан кейін келіп айтады дейді. Ей, әке, сіз 10 жыл бітіре алмай жүрген көпірді мен бір-ақ жылда бітіріп тастадым. Мен сізден де жақсы тәжірибе мықты екен деп. Сөйтсе әкесі айтқан екен, әй сорлы, сол көпір сені өсірді ғой, сол көпір сені үйлендірді ғой, сол көпір сені оқытты ғой, енді сенің балаңа рызық қалмапты деп айтты дейді. Сонда баласы иманды екен, баласы айтты дейді, әке, сол көпір 10 жыл бітпей тұрған кезде қаншама халық зар илеп сол көпірді күтті. Ал енді мен бұны бүгін бітірдім, соншама халық енді соның үстінен өткен сайын маған батасы жауады. Жерде алтын жатса алма, бата ал деген атам қазақ деген кезде әкесі тәубесіне келген екен, қараңыз. Сондықтан да бір ұрлық істеген адамның беті күйді ма, өмір бойы сен бітті сол атаққа ие боласың да кетесің. Одан кейін сен тәубе ет, одан кейін басқа нәрселерді істе, бірақ ұры атанып кетесің. Қазақ не дейді? Ұрыдан ұры туады, қарыдан қары туады дейді. Шейхіміз жақсы бір оқиға айтып беріп еді. Бір күні бір баланың шешесі енді жесір әйел болған, оның күйеуі жаңағы ұры болған екен да, кәсібі ұры болған. Сосын баласы енді Құдай тағала хидаят берген шығар, есейе бастаған кезде жаңағы сұрайды екен, енді әкем жоқ, жарайды, әкем қандай кәсіп істеді деп. Шешесі тілін тістеп қала береді екен, енді әкең барымташы болды, ұры болды деп айта алмайды. Сосын медресеге алып барады да, медреседегі ұстаздарына айтады, мынаған тәрбие беріңіздер, бұның әкесі ұры болған, ертең бұл да ұры болып кете ма, бірақ менен сұрайды, әкем қандай кәсіп істеген деп. Сосын кейін медреседе бірнеше жыл оқиды, ұстазға, шәкіртке ұстаз сыншы, әкеге бала, әкеге сыншы де, әке балаға сыншы дегендей, ұстаз ананың бойынан бір ұрлығы қасиеттерді көрген екенді жаңа баланың бойынан. Біреудің бірдемесін ұрлап алды ма, сөйтіп жаңа кетіп бара жатқан кезде айтқан екен, сен ұрлық істеген кезде көршіңнен баста депті да. Мен неге бұл шариғатта ұрлық қарам, неге бұлай деп айтып жатыр? Жарайды, бірақ үйіне барса шынымен көзінде әйтеуір бір жақсы нәрселерге көзі марғайт етеді де тұрады, жаңа бірдеме ұрлағысы келіп түйіп тұрады. жаңа ұрының баласы ұры болады, қарының баласы қары болады, ұстаның баласы ұста болады. Оның бәріңіз көзіңіз жетті ғой практикадан. Сіз қандай боласыз, балаңыз сондай болады. Ары бері қарайды, сосын ұстазының сөзі есіне түседі, ұрлық істеген кеп бара жатса, өліп бара жатсаң, көршіңнен баста деген деп. Сөйтіп көршінің үйіне ұрлыққа түсіп жатса, бұл үй қандай еді деп ойланған ғой, сөйтсе жетім екен. Жетімнің малын жеме деген. Ертең Құдай тағала қарныңды отпен толтырам деп айтқан. Қой құрсын. Бір нормальный бір байдың үйіне ұрлыққа түсейін одайында деген ғой, жаңа іштемесі кетпейтін деп. Сөйтіп былайынан 40 үй, былайынан 40 үй, 4 тарап 40 үй көрші болып есептелінеді. Анау соңғы үйден бастайын деп бір байдың үйінен бастап, байдың үйіне кіреді таң ата. Сөйтеді, енді олар біледі ғой жаңағы қай уақытта ұрлық істеу керек екендігін. Сөйтіп байдың үйіне кірсе, сандығына барады, сандығынан жаңа ақтарып атса алтындар, алтынын ақтарып атады да алайын деп жатады да алтын күмісін көреді да, енді ол кезде зекетті жазып жүретін болған ғой жаңа. Бұл бай
тақуабай шығар, бұл зекетін берген шығар, дәптерін көрейін деп ақтарса дәптер шығады жаңа. Дәптерін бүйтіп ашып парақтап жатқан кезде азан айтып жібереді ғой жаңа. Сол кезде байда бұны көріп қалады. Азан айтқан кезде анау отыра қалып азанды қайталап жатыр дейді. Бай мынау не деген тақуа ұры, азанның дұғасын қайталап жатқан жаңа. Азан біткеннен кейін азанның дұғасын айтады. Бай таң қалып отыр, мынау өзі ұры. Бұл қалай болды? Ұры болып тұрып азанның дұғасын қайталап жатыр жаңа. Біреу көшеден кетіп бара жатса, осындай бір дәрісте, енді ол мысалды айтпай ақ қояйын, енді әйел адамдарда бар жарайды. Анандай ғой жаңағы. Біреу арақ ішейін деп жатып, колбасаны халал ма деп сұрайды ғой, сол сияқты енді таң қалғанда анау да. Сөйтсе жаңағы бай таң қалады, азан айтып бітеді. Содан кейін айтады, сен қандай ұрысың дейді. Азан айтып отыр, оның дұғасын қайталадың. Өзің ұрлық істеп жатсың, харам болған нәрсені істеп жатсың. Сүннет болған азанды тыңдап отырсың. Сен түсінбей қалдық жаңа. Сөйтіп жаңағы азан айтып болғаннан кейін енді дауласып отырған кезде таң намаз шығып кетеді. Сосын ұры тұрып айтады дейді, намазымызды оқып алайық, сосын сөйлесеміз деп. Мынау жақсы ұры екен ғой деп. Бұған ұйысам, бұл алдымда тұрады. Маған қауіп жоқ. Ал енді мен бұған ұйысам, басымнан ұрып өлтіріп кетейін деп тұрма, кім біледі дейді да, имамдыққа сен шық деп анан ұрыны шығарып жібереді жаңа. Имамдықта ұры тұр дейді, Құранды бастайды, ана өлкеде олай Құран оқитын бала жоқ жаңа. Мынау сұмдық, Бақара сүресін бастады. Не деген қарау деймін осы деп жаңа таң қалған намаздың үстінде сөйтіп. Екі жағын сәлем біткеннен кейін тасбиғын тартып, дұғасын қылып, я Аллахым адалдан ас жегізу нәсіп ет деп дұға қылып қояды дейді өзі дағы жаңа. Сосын анау бай непонят біткеннен кейін сұрайды ғой, сен қандай ұрысың? Мен вообще түсінбей тұрмын мен. Разымын сен ана алтынды алып кетсең де. Бірақ сендей ұрыны өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Сөйтіп анау айтқан екен да, мен осындай медреседе оқығам, осындай ұстаздарым маған осылай өсиет етті. Мен ол өсиеттің не екендігін дәл ұрлық үстінде түсіндім деген екен да. Неге деген кезде, адамның жүрегінде иман болатын болса, ешқашан теріс жолға ол иман итермелемейді екен. Мен ұрлық істеп жүріп, сенің зекетіңді тексердім. Ұрлық істеп жүріп, жетімнің ақысына кірген жоқпын. Сол нәрсені мені апармаған, ол иман деген. Ал Алла тағала пайғамбар саллаллаху хадисінде айтады ғой, ұрлық істеп жатқан кезінде момын болмайды дейді. Зинақор зина істеп жатқан кезінде момын болмайды дейді. Діннен шығып кетеді. Арақ ішіп жатқан адам арақ ішіп жатқан кезінде момын болмайды деген. Қараңыз. Сонда ананың иманы жүрегіндегі қиянатқа апармай, жаңағы бай разы болып, өзінің сұлу қызын және өзінің байлығын тапсырған екен жаңа. Соңында күйеу бала қылған жаңа. Құрсын, сіздер де біреудің үйіне ұрлыққа түсіп жүрмеңіздер бе, байдың үйіне. Ол тақуа адамдар кетті ғой, ол тақуа адамдар жердің астында жатыр. Сондықтан да Құран-ы Кәрімде Құдай тағала айтады: "Ва хуа маакум айнама кунтум". Сендер қайда болсаңдар да Құдай тағала сендермен бірге дейді. Қараңыз. Жүрегінде мұрақаба, жүрегінде Құдай тағала көріп тұр деген нәрсе адамның жүрегіне енген кезде, ол адам ондай қиянатқа бармайды. Мысал үшін, біздің жаңағы мемлекет тарапында істейтін қызметкерлер бар ғой, жаңағы әкімшілік тарапта, жаңа Финпол болсын, КМБ болсын, анау болсын, ГАИ қызметкерлері бар. Бірақ кейде бар ғой, солар кейбіреулері бізден тақуа болып шығатынын көрген кезде таң қаласың. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біреу туралы тек қана жақсы сөз ойла деген, жақсы ойда бол деген сол екен ғой. Біреу туралы. Сен біреу туралы жаман ойда болдың ба, сол адамды дәл сол өзіңнің ойыңдағыдай адамды жасап тастайсың. Көбінесе әйелдердің туралы жақсы ойда бола алмаймыз, еркектер ше. Ана бұрынғы істеген тірліктердің бәрі есіңе түседі, сонымен диагнозды қоясың, тарс еткізіп жібересің. Мен өзім Тараз қаласында имам болып істеймін. Финполицияда істейтін бір жас жігіт келді, намазхан жігіт. Сөйтті де айтты жаңағы: "Нұреке, менің қалтамда 100 мың теңге тұр қазір. Соны қайда бір садақа етіп жіберсем болады? Ол ақшаның маған адал жолмен келген екенінде күмәнім бар" дейді. Сосын не болды деп сұрадым ғой. Сөйтсем бұл жігіт жаңағы бір үлкен бір больницаның басшысының соңынан түскен, енді сондай бір не түскен шығар, жалбы. Сөйткенде оның минусын тапқан, уже дела жүріп жатыр. Соңында анау сотталады. Сөйткенде дейді, менің бөлім басшы шақырып алды айтты дейді: "Сен мына деланы сен қарастырпай ақ қой, пәлен деген жігітке берейін."
ойланып қалдым дейді, неге бұлай болды деп. Соны пәлен жігітке берді дейді. Сонымен мен бір апта өткен жоқ, мені кабинетке шақырып алды да 100 000 теңге берді дейді. Айлықтан бөлек, премиядан бөлек, енді айлық карточкаға түседі, мына қолма қол келіп тұр. Сосын сұрадым дейді, Басеке, не үшін беріп жатсыз? Ал дегесін алсайшы деп айтты дейді. Хадия ғой деп айтты дейді. Қара, хадия деген сөз жаттап алған жаңа. Хадия ғой деп айтты дейді. Өмір хадия бермеген басшым маған неге хадия беріп жатыр деп түсіндім дейді. Ана дело ананы менен бітірген, сонымен одан алатын алған, содан бір бөлігі маған келіп тұр дейді. 100 000 теңге. Енді соны мен қалай садақа қылып жіберемін, не істеймін дейді жаңа. Мен айтып жатырмын, енді ол бекерден болған, харамнан болған садақа емес. Бірақ оны өртеп жібергеннен, далаға шашып жібергеннен пайда жоқ ешкімге. Әйтеуір бір мұқтажға бере сал енді. Бірақ оны қабыл болады, болмайды. Қабыл болады деп мен ешқашан оны айта алмайын деп жатырмын. Сол жаңа фемполицияда істейтін жігіт, жаңағы жігіт. Тақуа жігіт, қараңыз. Ешкім креслосын сүретіп алып кете алмайды. Сондай тақуа жігіттерді Құдай қолдап, бір күн сол басшылық тарапқа отырған кезде қоғамға ең үлкен шашектектен пайда әкелетін сондай тақуа жігіттер, қараңыз. Біздер кейде баламызды намазхан болғаннан кейін ойбай анаған оқыма, мынандай оқыма, ертең ана сен полиция болатын болсаң анаған ұрыласың, мынаған ұрыласың, гай болсаң пара аласың, ондай былыққа кірме. Сонда не, солай былығып жүре беру керек па? Сенің де балаң солардың ортасына кірсін, тақуалығын көрсетсін, қоғамды сол сенің балаң дүзесін. Хадия дейтін адам болмасын. Гай ұстап алған кезде хадия деп берсең, ол сыйлық болып кете береді екен ғой. Ол пара болады, Құдай сақтасын. Айтып жатырмын, сен егерде гай ұстап алған кезде сыйлық бергің келетін болса, онда сенің ісің басыңа іс түскен кезде беріп тұрсың. Ол хадия болмайды. Егер нақты хадия бергің келетін болса, жұмадан шық, көшеде анау мигалкасымен жүрген гайларды қуып жүріп, өзің қуып жүріп, ұстап ал да, сөйтті айтып, 100 000 теңге бар, жігіттер мынаған обед алып ішіңдер. Сол хадия болады. ДВД-ның алдына барда дастархан жай, қазаны мен палауды жаса, сөйтті соларға дастархан палау тарқат, сол хадия болады. Ал басыңа іс түскен кезде, гай ұстап алған кезде 10 000 теңге бересінде хадия. Хадия емес, екеуіңе де күнә бол. Алла сақтасын. Шектен шығасың. Сондықтан да Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Я'ламу хаинатал a'юни ва ма тухфис судур" дейді. Қараңыз, Аллах тағала көздердің қиянатын біледі дейді. Көкіректен не жасырғандығын біледі Құдай тағала дейді. Осы аятқа тәпсір берген ғалымдарымыз айтады, көздің қиянатын біледі дегені, кейде көзімізбен қиянат жасайтын кезіміз болады, я? Біреудің әйеліне қарап қалуың мүмкін, көшеде жалаңаш қыздарға қарауың мүмкін, бірақ адамдар қараған кезде тақуа болып тұра қаласың. Адамдар қараған кезде көзің тайдырып әкетесің, аузы билә деп қоясың адамдардың көзінше. Жоқ, ол шынайы тақуалық емес. Біз кей жағдайда Аллаға серік қосып жүрген кездерімізді білмей қаламыз. Қараңыз, біреудің қатынына қарап тұрсын, оның күйеуі саған қарап қалған кезде жүзіңді төмен қарата саласың. Көшеде жалаңаш қызға қарап тұрсың, ана жалаңаш қызға қарап тұрғанда мешіттен шыққан досың сен қасың кеп қалса, төмен қарата саласың басыңды. Сен Құдайдан қорқып емес, Құдайдан ұялып емес, досыңнан ұялып жүзіңді төмен қараттың. Досыңнан қарап жүзіңді басқа жаққа бұрдың, оның әйеліне қарап отырған. Сонда сен досыңды Аллаға серік қосып отырсың, қараңыз. Досыңды Аллаға серік қосып отырсың. Сондықтан да, құрметті бауырлар, жүрек тазармайынша, жүректегі кірді кетірмейінше, сізбенен біз тазам болмаймыз. Қоғам алға жүрмейді. Бір жетімханаға бір кәсіпкер жігіттер консерва кәп бергенді жаңа. Сөйтсе консервінің сұрау өтіп кеткен екен. Ертесінен келіп жаңағы, бізде болған оқиға, оңтүстікте. Ертесінен келіп жаңағы ненің бастығы, корзинка ма бірдеменің бастығы, сөйтіп келіп айтады ғой, жаңағы кешегілерді қайтарып алайық, сіздерге жаңасын береміз. Ананың сұрау өтіп кеткен екен, жаңағы балдар ауырып қалған жоқ па деп, жаңағы отравление болып қалған жоқ па деп. Сөйтсе сол жердің жаңағы записклад айтады, жоқ, балдардың ешқайсысы ауырған жоқ, директор мен зам директор отравление болып больницада жатыр деп айтады дейді жаңағы. Жетімхананың. Сондықтан да біз ойламайық,
анау асфальттен жонып алып жатқан кезде, жетімнен жонып алып жатқан кезде біреуден алып жатқан жоқ. Жоқ, халық бір адамға қиянат қылған Құдайдың құзырында жеңілірақ. Халықтың ақысын жеу, ол адам бұл дүниеде қор болады. Халықтың ақысын жеген адам. Ол уақытша байуы мүмкін. Уақытша достарының ортасына бедел жинауы мүмкін. Бірақ Құдай тағала мына жағынан сорлатып қояды. Мешітте отырамыз, талай бай кісілер келеді. Молдеке, мына балам түзеп берсең, саған машина мінгізем. Мына балам түзеп берсең, мен айтам, Құдай ұрған баланы мен оны қайдан түзеймін ол? Мына жақтан жегенде халықтың ақысын. Сөйтіп мына жағынан Құдай ұрады оны. Сөйтіп жеген желкесінен шығып, өмір бойы сорлап, кедейдің халін кешіп дүниеден өтеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, байлық деген ол малдың көптігінде емес, ол қанағаттың көптігінде, нәпсінің байлығы деді. Қараңыз, бай адамдар болады бұл дүниеде кедейдің өмірін сүріп жүрген. Сұрақ қойсаң жылай бастайды, ойбай деп. Ол адам мына дүниеде байдың рөлін ойнап жүрген адам, бірақ кедей мына дүниеде. Бірақ Алланың құзырында байлығынан сұралынады, бай адамдардың қатарынан сұралынады. Мына дүниеде сондай орта адамдар бар, кедей адамдар бар, көңілі тоқ. Ол мына дүниеде сенің ортаңда кедей болуы мүмкін. Мына дүниеде кедей болса да сенің ортаңда бай болады, ол ешкімнен қол жайып сұрамайды. Бірақ Алланың құзырында ол кедей бай адамнан 500 жыл бұрын жәннатқа кіріп кетеді. Кедей, қараңыз, бай адамнан. Ал енді бұл бай адам деген жаман деген сөз емес. Бай адамдар бар, тақуа бай адамдар бар. Кедейден де тақуа бай адамдар бар. Оның құзыры ертең жомарттық үшін қаншама байлардың алдында қиямет күні оның дәрежесі биік жоғары болады. Қараңыз. Сондықтан да бастысы мына көкіректегі нәрсенің не нәрсе екендігін Құдай тағала білет деген адамның жүрегіне Құдайдан қорқу, мұрақаба, бақылау кірген кезде онда қиянат жасалынбайды, бауырлар. Қараңыз. Сондықтан да айтайын деген нәрсе, мынандай мақал бар. Қазақта мақал, араб тілінде мақол дейді, айтылынған сөз дейді. Әл-валаду салиху янфау абаху ва амалул валиди янфау валада. Салихалы ізгі ұрпақ әкесіне, ата-бабасына пайда береді. Ал енді салихалы иманды әкенің жақсы амалдары ұрпағына пайда береді дейді. Қараңыз. Салихалы иманды әкенің жақсы амалдары ұрпағына пайда береді. Салихалы ізгі ұрпақ әкесіне, ата-бабасына пайда береді дегенін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кетті. Адам баласы дүниеден өткеннен кейін бүкіл амалы тыйылады. 3 нәрсе: садақа жария. Садақа жария деген жүріп тұрады әрдайым. Үздіксіз барып тұрады қабіріне. Ол не деген кезде? Валадун салихун ядау лаху. Салихалы ізгі ұрпақ ата-бабасының, әке-шешесінің соңынан дұға етіп тұратын деді. Қараңыз. Мен намазханмын. Намаз оқып жүріп дүниеден өтіп кеткен менің әкем. Соның атынан күніне кемінде 1 рет дұға қыла алмасам, айына 1 рет дұға қыла алмасам, онда мен салихтардың қатарынан шығып кетеді екенмін, намазхан болсам да. Қараңыз. Пайғамбар перзенттің салихалығын дұғасыменен өлшеп кетті. Мен күнделікті намазда, Аллахым, менің дүниеден өткен әкемнің, шешемнің күнәсін кешір деп Құдайға жылай алатын болсам, сонда мен салихтардың қатарына кіре алады екенмін. Қараңыз. Ал егер намаз оқып жүріп, әке-шешемнің күнәсінің жарылқауын Құдайдан сұрай алмасам, онда салихтардың қатарынан кірмеймін. Ибрахим Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Ибрахим алейхиссалам атасы, баласы Исмаил өлімнің аузында тұрғанда әкесіне бойұсынды. Өлімнің аузында құрбан ет деген кезде әкесіне бойұсынды. Сонда айтып жатқан сөзін қара дейді. Құрбандыққа алып бара жатқан кезде: әке, неге көңіл күйіңіз жоқ? Әкесінің тамағына өксік тығылып, жер бетінде одан артық сынақ жоқ. Өзіңнің балаңды құрбан етуден артық сынақ жоқ. Баласына айтты дейді: балам, Алла тағала маған бұйырды, өзінің жолына сені құрбан ет деп. Сонда баласының сөзін Құдай тағала айтады: ана кішкентай баланың сөзіне қараңдар енді дейді. Сонда баласының айтқан сөзі: я әбәти, ей әкетайым, Алла тағала саған бұйырса, не қарап тұрсың, құрбандық ет деп айтты дейді. Аллаға қарсы келме деп айтты. Ол сөзіне ондай сөзді, ондай жауапты күтпеген Ибрахим пайғамбар баласына апарып құрбандық ететін жерге барған кезде баласына пышағын көрсетпей қайрап тұрған кезде: әке,
пышағыңыз өтпейтін секілді пышағыңызды мықтылап қайрап алыңыз. Мені құрбандық еткен кезде өтпей, пышағыңыз өтпей, мен қиналып жатсам, Алланың әміріне тағы да қарсы келіп қалуыңыз мүмкін. Шапаныңыздың етегіңіз, жегіңіз тым ұзын екен, менің қанам шашырап кетсе, анам көріп, мынау кімнің қаны десе, тағы да Алланың әміріне қарсы келуіңіз мүмкін деп айтты дейді. Етек жеңіңізді түріп алыңыз деп айтты дейді. Баласына ешқандай алаңдаушылық, қорқушылық жоқ бойында деп айтты. Және әкелік мейірім деген нәрсе болады. Менің көзіме көзіңізді тік салмаңыз, басымды төмен қаратыңыз құрбандық шалатын кезде. Аллаға әкелік мейіріміңіз оянып кетіп, Аллаға тағы да қарсы келуіңіз мүмкін. Ибрахим пайғамбар тамағына өксік тығылып, көз жасы көлдей болып, көз жасы сақалын жуып, етегін тасып, баласының басын төмен қаратып, пышағын өткірлеп, етек жеңін түріп, баласының мойнына бисмилля Аллаху акбар деп пышақ салған кезде, Алланың әміріменен өткір пышақ өтпей қалды, көктен Құдай тағала құрбандықты түсірді. Қараңыз, сонда Ибрахим пайғамбар 100 жасқа келген кезде Исмаилді Құдай тағаладан сұраған екен. Рабби хабли минас салихин. Раббым, өзіңнің құзырынан салихалы ізгі ұрпақ бер деп. Қараңыз. Құдай тағала ізгі ұрпақ берді. Ізгі ұрпақ өлімнің үстінде әкесіне бойұсынды. Неге Ибрахим пайғамбардың баласы әкесіне осыншама бойұсынғыш келді десе, Ибрахим пайғамбар пұтпараз болған әкесіне бойұсынған екен. Қараңыз. Бір жігіт былай деп әңгіме айтып отыр. Қазір намазхан жігіттер бар дейді. Бүгін намаз оқи салып, әкесі араққа жұмсаса, әкесі темекіге жұмсаса, бармай безеріп отырып алатын ұрпақтар бар дейді. Ибрахим пайғамбар олай істеген жоқ дейді. Ибрахим пайғамбар пұтпараз болған әкесінің пұтын сатып келді дейді. Сосын енді Құранда аят бар. Вала таавану алал исми вал удван. Я, күнәлі іске, дұшпандыққа жәрдем бермеңдер деген аят бар. Ол Ибрахим пайғамбар ол қалай ол барып пұт сатып келеді деген ой туындады мен. Сөйтіп сол қиссаны тексерсем, басқа мәтінде қисса бар екен, дұрыс қисса. Ибрахим пайғамбар әкесі пұтпараз болған, пұтты қолымен жасап, пұттың ұстасы болған былайша айтқан кезде. Сол пұтты қолымен жасап, балаларына берсе пұт сатып келді, бәрі сатып келеді екен. Сонда Ибрахим пайғамбарда әкесіне безеріп отырып алмаған, 2-3 пұтты алады екен де көшеге шығып, халайық, менің қолымда тас бұл әшейін. Бұл Құдай емес, сендер ойлап жүргендей. Бұл сендер дұға қылсаңдар естімейді. Сендер бұған құлшылық қылсаңдар бұл көрмейді. Бұл құр тас қаңыраған, жерге тастай салсам күл талқан болып бұзылып кетеді. Өзін қорғай алмаған пұт сендерді қалай қорғайды десе, енді мынандай рекламадан кейін ол кім алады оны пұтты? Бірақ басқа бауырлар сатып келеді екен. Ибрахим пайғамбар үйін алып келіп, әке міне өтпеді, мына пұттарыңызды береді екен да. Сонда қарап тұрсақ, мен пайғамбармын деп отырып алмаған екен. Әкесі сатып кел дегенде пұттарды алып шыққан. Сыртқы көрінісінде, қараңыз, сыртқы көрінісінде әкесіне бойұсынып жүр, ал ішінде өзінің таухидын тарқатып жүр. Ананың Құдай емес екендігін елге дағуатын тарқатып жүр. Қараңыз, ішкі көрінісінде. Өйткені пайғамбарлардан артық хикмет, даналық иесі жоқ жер бетінде, пайғамбарлардан артық. Қараңыз. Сондықтан да құрметті қалайық, біз қандай болатын болсақ, ұрпағымыз сондай болады екен. Ибрахим пайғамбардың баласы әкесіне өлімнің аузында неге бойұсынғыш келді десе, баласы әкесінен Ибрахим пайғамбар одан да артық пұтпараз әкесіне бойұсынған екен. Мұсылман әкеңе бойұсына салу оңай ол. Ол сені араққа жұмсамайды, ол сені темекіге жұмсамайды. Мұсылман әкең. Бірақ ананың әкесі пұтпараз болып тұр ғой. Ол харам затқа жұмсамау, харам былай тұрсын, Аллаға серік қосуға жұмсап тұр баласын. Бірақ сонда Ибрахим пайғамбар даналық хикмет тапты. Мен пайғамбармын, деп отырып алған жоқ. Бірақ сол пұтпараз әкесіне Ибрахим пайғамбар, я әбәти, әкетайым деп сөйлеген. Қараңыз. Әкетайым деп сөйлеген. Әке демеген. Біз етін жемей қоямыз ғой. Алла сақтасын. Сондықтан да мұсылман адамның бойында хикмет, даналық болу керек. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай хадисте айтады: "Ла тазулу қадама абдин яумал қияма." Қиямет күні құлдың аяғы қозғалмай тұрып, 3 нәрседен, 4 нәрседен сұралынады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Құлдың аяғы қозғалмайды тұрып дейді. Бұны бұлай деп түсіндіреді. Құлдың аяғы қозғалмайды дегенде мысырлық шейх доктор Юсури айтады.
құлдың аяғы қозғалуға мұршасы болмайды дейді. Өйткені бір құлдың аяғының үстінен мыңдаған құл түріледі. Ертең махшар толып кетеді қиямет күні. Мына мешіт толып кеткен кезде кез келген жерімізге барып отыра алмаймыз. Ал енді мешіттен жарты адам шығып кетсе, жартысы шығып кетсе, онда қалаған жерімізге барып отыра аламыз. Дәл сол секілді қиямет күні орнынан тірілген кезде құлдың аяғы қозғалмай тұрып, төрт нәрседен сұралынады дегені, құлдың аяғының үстінен мыңдаған адамдар тіріліп шығады дейді. Қараңыз. Ал енді сиратқа барады, таразыға барады. Ол кезде не деген кезде жәннатқа есепсіз кіріп кететін адамдар болады, жәннатқа тозаққа есепсіз кіретін құлдар болады. Сол кезде махшар босай бастайды. Сол кезде сиратқа, таразыға, амал дәптерге адамдар бөліне бастайды сол кезде. Қараңыз. Сонда ең бірінші сұралынатын нәрсе қандай? Жастық шағынан сұралынады. Жастық шағында не істедің? Қайда жұмсадың? Одан кейін қандай білім алдың сен? Сол білімді қайда жұмсадың? Білімді қайда жұмсадың? Білім алдың, одан сұралынасың Алланың құзырында. Дүниенің білімі болатын болсын, діннің білімі болатын болсын. Дүниенің білімі де адамзатқа пайда әкелетін ілім. Одан кейін қандай амал істедің? Кафең бар, сондай намазхан кісілер бар, жұмаға келіп жүрген кісілер бар. Кафесі бар, бірақ арақ сатылынады кафесінде. Моншасы бар, моншасында арақ сатылынады. Арақ сатылған былай тұрсын, жезөкшелер жүрген. Сондай кәсіпкерлер бар. Арамызда отыруы мүмкін, беті қызарып. Алланың құзырында сұралынасыз. Мына Тараз қаласында форель балығын ашқан бір жігіт болды. Форель балығын. Сол жігіт насихат қылып жүрді. Өзін жұмаға барып жүретін жігіт, жаңа үлкен жігіт. Ей, мынауыңды адал қылсайшы. Көптеген адам сені керемет қылып дайындайсың. Заказбен алдырып жейді анадан. Баруға намазхан жігіттердің жүрегі дауалмайды. Тақуалық жібермейді ғой. Сол насихат қылып жүрдік. Сосын ол бір ғимарат тұрғызды, соны халал, мынаны адал деп қойды. Сөйтеді, анаған адамдар ағылды. Сосын айтып жатыр, мынаны қылып көрші, мынаны бір ай халал қылып көрші енді сен мынаны. Сөйтіп анам оразадан бастап ауыз ашар берді, одан арғада екінші ай халал қылды. Айтады ғой, молдеке бұрынғыдан артық береке тауып кетті мен мына нәрседен дейді. Қараңыз. Біз мына жағымызбен өлшейміз, ана арақтан көп пайда түседі, темекіден көп пайда түседі. Содан пайда мен ана немнен прибылынан айырылып қалам деп. Құдайдың есебі бар, Құдай айтып жатыр, адалынан же деп жатыр. Азғана дүние үшін мәңгілік дүние ақыретіңді сатып жіберме. Әр қайсымыз сондай тақуалыққа жұмыс істеуіміз керек. Әр қайсымыздың насихатымыз болу керек. Қараңыз. Сонда бағана құлға қайтып келейік, аяқ қозғалмай тұрып дегенде, үшінші қандай кәсіп істеді ол? Адал кәсіп па, арам кәсіп па? Сұралынасыз. Ал енді оны алып қайда жұмсадыңыз? Харамның үстіне қайтып харамға тастадыңыз ба? Я болмаса жетім жесірге үй салып бердіңіз ба? Жесірдің жағдайын жасадыңыз ба? Жетімнің басын сипадыңыз ба? Ағайын туысыңызға көмектестіңіз ба? Я болмаса өзің ғана байып, ағайынның харамынан жеп отырма? Сұралынасыз ертең. Қараңыз. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Қараңыз. Садақаны ең жақындарыңнан баста дейді. Біз жақындымызды былай сырып қоямыз, ойлауымыз мүмкін, ол жағдайы нормальный ғой әйтеуір. Көшеде қайыр сұрап отырған біреуге, я болмаса біреуге апарып беруіміз, бірақ мына ағайыныңа бермеуің мүмкін сен. Жоқ. Ағайыныңнан баста. Сен үйіңде жылқының етін жеп отырсаң, ол үйінде ет жеп отырмаған болуы мүмкін. Сен үйіңде өрік мейіз жеп отырсаң, ол үйінде тек қана шекермен шектеліп отыруы мүмкін. Сен ағайыныңа бер. Керемет даналық сөз бар қазақта. Әркім өзінің есігінің алдын тазаласа, бүкіл әлем таза болатын еді дейді. Қараңыз. Анау жетім, анау жесір, олар көктен түскен жоқ, олардың да туысқандары бар. Әркім өзінің туысқанын жарылқаса, көшеде жетім жыламас еді, жесір жыламас еді. Қараңыз. Сондықтан да құрметті ағайын, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні білместік болды бәрімізде. Шынығы менде де білместік болды, сізде де білместік болды. Біреудің хақысына кірдік, бірақ қиямет келе жатыр алдымызда. Соны қалай адалдаймыз? Біреудің хақысын жедіңіз ба? Егер ол адам танитын болсаңыз, жүзің ұялып тұрса, сол хақысын қағазға ораңызда хат жазып апарып үйіне тастап кетіңіз. Я болмаса бір аманатқа берік адамға айтып,
кезінде сіздің хақыңызға біреу кірген екен, соған аны апарып берші, бірақ мен екенімді айтпа. Сөйтіп беріп жіберсеңіз де болады. Мына дүниеде құтылып қойыңыз біреудің хақысына кірсеңіз. Қараңыз. Біреудің хақысына. Ал енді ол адам таппай қалдың. Ол адамның атынан соншама мөлшердегі қаражатты садақа етіп қойыңыз. Біреудің бір жылқысын ұрлап алдыңыз ба? Егер ол адам таппасаңыз, бір жылқыны садақа етіп жеріңіз. Бір жылқыны жетім жесірге таратып беріңіз, сойып. Ертең қиямет күні ол сенің жағаңнан алуға келген кезде, ей бауырым, мен сені садақа беріп қойғам, ана садақаның сауабын алды, кет енді. Қараңыз. Ал енді біреулер харам кәсіппенен бастап келе жатады да, адал кәсіпке кетіп қалатын бауырларымыз болады. Мынаның ішіне енді харам араласты ғой дейді. Оны ғалымдарымыз айтады. Пәтуада. Егер де біреу харам кәсіппенен бастады, сөйтіп ар жақ адал кәсіппен бастап кетті. Онда ол адам өзінің ойының басым көпшілігін ойлансын дейді. Мен 100 миллион менің айналымда жүрсе, соның примерно бір 20 миллионы соны харам деп есептеймін десе, соны 20 миллион бірден беріп жүрсе, зиянға ұшырап кетем деп ойласа дейді, ай сайын 1 миллионнан шығарып тұрсын, әйтпесе ай сайын 500 мыңнан шығарып тұрсын, сөйтіп 20 миллионы хақысы біткен кезде мына жағын ол адалдап алады дейді, қараңыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, ұрлық түбі қорлық, Құдай тағала ол иманды болмайды деген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда ол адам ұрлық істеп жатқан кезінде иманды болмайды деген, Құдай сақтасын. Сондықтан да Аллах тағала баршамыздың ақыретімізді қайырласын. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم